принципе ағайын. Мен отбасымның әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында, табыс табу мақсатында іске шаруашылығымен айналысайын деп жатырмын. Құрт май өнімдерін өндіру арқылы бизнес жоспар құрайын деп жатырмын. Осы бизнес жоспар құрған кезде жобаны жүзеге асыру үшін қандай бағдарламалар, мемлекеттік қолдаулар көрсетіледі? Бизнес жоспарды рәсімдеу барысында әкімшілік тарапынан қандай қолдаулар беріледі және де құрт май өнімдерін өндіру барысындағы бизнес жоспарға қандай әкімшілік тарапынан қолдаулар көрсетілетіні туралы барлығын бере аласыз ба? Жақсы. Саламатсыздар, мен Мадигөл ауылдық округ әкімі аппаратының бас маманы, әлеуметтік саланың маманымын. Сіздің сұрағыңыз бойынша бізде қазір әлеуметтік осал топтарға берілетін қайтарымсыз грант деген бағдарлама бар. Бұл гранттың мақсаты 2020-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы шеңберінде бизнес идеяларды іске асыруға бағытталған мемлекеттік бағдарлама. Оған жаңа өткендей осал топтағы азаматтар қатыса алады. Әлеуметтік осал топтағы тұрмыс төмен азаматтар қатыса алады. Бұл санатқа жататындар мысалы көпбалалы отбасылар, асыраушысынан айырылған отбасылар, жәрдемақы алушылар, асыраушысынан айырылғандар. Сосын мүгедектігі бар отбасылар, мүгедек бала тәрбиелеп отырған ата-аналар қатыса алады. Бірақ міндетті түрде жұмыссыз болу керек қатысатын азамат. Осындай санаттарға жататын ауыл тұрғындары қатыса алады. Бұл жобаның мақсаты 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қазіргі таңда осы кезде 2025-те 1.572.800 теңге сома, қайтарымсыз сома. Бұған аудан орталығында комиссия ұйымдастырылады. Сол комиссияға барып қорғай жобасын. Бірінші алдымен бизнес жоба жасалады. Мысалға мал шаруашылығына байланысты айтып отырсыз, өзіңіз сүт бағытындағы оған барлық төрт мал бойынша қатыса аласыз. Оған алдын ала жоба жасайсыз. Жобаны ауданда кәсіпкерлік палатасы бар. Оған тегін жоба жасап береді. Біз сізден соған бағыттаймыз. Сол категорияға жатсаңыз, кәсіпкерлік палатаға барып, осы мені жобаңызды айтып, шешіп бизнес жоба жасауға көмектеседі ол кісілер. Мысалы сіз сүт бағытындағы болса, мүйізді ірі қара малына байланысты жасайсыз. Мүйізді ірі қара малынан мысалы сүт өндіреді, құрт өнімдерін шығарады, ірімшік, құрт деген сияқты тағы да басқа сүттен жасалатын өнімдер жасайын деп қатыса аласыз. Бұл жобаға мүмкіндік бар. Категорияға жатсаңыз болды, осы жобаға қатыса аласыз. Әкімшілік тарапынан барлық комиссияға өтуге дейін, бизнес жоба жасауға дейін, кәсіпкерлік палатаға апарып тегін консультация алуға бәріне мүмкіндік жасаймыз. Осы жобаның мақсаты.